Джек сенің әлеммен қабылдай ма? Қабылдайды, жаным. Мен сені әкеммен таныстырамын. Шын ба? Әрине, жаным, енді сен менің әлемімсің. Джек, мен сондай бақыттымын. Мен де бақыттымын, жаным. Кеттік, жаным, мен саған ғажайыпты көрсетемін. Тоқташы, Джек. Сен әкең шынымен мені қабылдай ма? Уайымдама, жаным. Ол міндетті түрде қабылдайды. Кеттік, Мария, мен саған керемет ғажайыпты көрсетемін. Кеттік, жаным. Әке, мен саған бірдеңе айтуым керек. Мария русалкаға айналды, ол енді біздің әлемде. Мен оған үйленемін. Жоқ! Ол бізге тең емес! Сен Джулияға үйленесің! Сөзді доға! Джектің әкесі дұрыс айтады. Біз екі әлембіз. Жоқ, әке, мен Джулияға үйленбеймін. Мен тек Марияны жақсы көремін. Тек соған үйленемін. Мария! Тоқта! Жоқ, Джек, керек емес. Мария, тоқта. Мария, бәрі жақсы. Біз екі түрлі әлембіз, Джек. Мені ұмыт. Жоқ, Мария. Мен сені жібермеймін. Анашым, Джек басқаны таңдады. Не, бұл мүмкін емес. Жылама, Джулия. Мен оларға көрсетемін. Мария, сен бәрін бұздың. Джек тек мендік. Мен оны саған бермеймін. Барындар, тез маған Марияны алып келіңдер. Жарай, патшайым. Жіберіңдер әлім! Джек! Мария! Қайдасың? Джек! Бұл сен бе, Джулия? Саған не керек менен? Сенің өлгенің керек! Джек сені сөймейді! Неге түсінбейсің? Жап аузында! Джек! 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 Мария! Жоқ! Джулия, жібер оны! Джек, енді Мария менің қолымда, оны ешқашан көрмейсің. Жоқ! Мария! Мен сені міндетті түрде табамын. Әке, Мария жоғалып кетті. Оны Джулия ұрлады, біліп тұрмын. Маған көмектес. Жоқ, Джек, мен көмектеспеймін. Оған сол керек. Үміт оны. Оған біздің әлемден орын жоқ. Әке, мен сенен бұндай жауап күтпедім. Өзім құтқарамын Марияны. Мен сендерге Джулияны ренжітуге жол бермеймін. Бұларың қате болды. Жетер! Айтып болсаң мені тыңда. Мен де Марияны алуға қарсымын. Джулияны өз қызымдай көремін. Джекке тек Джулия лайықты. Онда бір шешімін тап. Мен қызыңызды ренжітіп қарап отырмаймын. Уайымдама, мен бір шешімін табамын. Мария. Бұл кім?